Күн жарық болсын, тыңдарман. Сіздермен сіз білесіз бе Айдары. Мына бір сөйлемге назар аударайық. Түркістанның іргесіндегі Тұран шағын ауданының тұрғындары бірнеше айдан бері лай батпақтан көз ашпай отыр. Батпақ және балшық сөздері бір қарағанда синоним болғанымен арасында елеулі айырмашылық бар. Батпақ ылғал шамадан тыс жиналып, шымтезек түзілу үдерісі жүріп жатқан жер. Яғни ол жер жылдап құрғамайды. Ал топырақтың жауын шашын суына шылануынан болатын қоймалжың балшық. Ал лай балшықтың бір түрі. Онда дұрысы, Түркістанның іргесіндегі Тұран шағын ауданының тұрғындары бірнеше айдан бері лай балшықтан көз ашпай отыр. Келесі аспазшы. Қазақ тілінде ш жұрнағы белгілі бір кәсіппен, іспен айналысатын адамды білдіру үшін жалғанады. Ал аспаз сөзі ш жұрнағы жалғанбай-ақ тамақ дайындайтын адам деген мәнде қолданылады. Бұл атау ас сөзіне паз жұрнағы жалғану арқылы жасалған. Азаматша. Орыс тіліндегі гражданка сөзіне балама іздеуден туған жасанды сөз. Қазақ тілінде род категориясы болмағандықтан, азаматша деген сөзді жасауға да, қолдануға да қажеттілік жоқ. Қазақ тіліндегі азамат сөзі белгілі бір мемлекеттің тең құқылы адамы деген мағынаны білдіреді. Сондықтан бұл сөзді осы мағынасында қолданғанда ер адамды да, әйел адамды да азамат деген дұрыс болады. Сауатты сөйлейік. Ден қойып тыңдағандарыңызға рахмет.